Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 106 сабақ етістік тақырыбын өтетін боламыз. Келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, 5-ші жаттығуға қараймыз. Суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жаз. Мәтініңді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты сөйлемінен баста. Балалар, суреттерге мұқият қараймыз да мәтін құрастырып жазамыз. Көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты. Қар еріп, күн жылына бастады. Ағаштар бүршік атып, жайқала бастады. Орманда қалың ұйқыдан аю оянды. Ол апанынан шығып, серуенге шықты. Құстар жылы жақтан оралып, шаттана сайрайды. Көктем қандай керемет, біз табиғатты аялауымыз керек. Сендер де осы сияқты мәтін құрастырсаңдар болады. Ал енді құрастырған мәтіннен етістіктердің астын сыз дейді. Мен құрастырған мәтіндегі етістіктер оятты, еріп, бастады, атып, бастады. Оянды, шығып, шықты, оралып, сайрайды, аялауымыз керек. Бұл сөздер заттың іс-қимылын, іс-әрекетін білдіріп тұрған сөздер етістіктер. Сондықтан да олардың астын сызып қойсақ болады. 6-шы жаттығу, берілген сөздердің бәріне ортақ етістікті тап. Аққу, кеме, үйрек, көбелек, ұшақ, инелік. Яғни аққу, кеме, үйрек үшеуінің жасайтын іс-әрекеті балалар жүзу демек. Аққу жүзді, кеме жүзді, үйрек жүзді деп етістік қойсақ болады. Келесі, көбелек, ұшақ және инелік. Көбелек ұшты, ұшақ ұшты және инелік ұшты деп ұшты деген етістікті қойсақ болады. 7-ші жаттығу, сөздерді оқып, олардың етістік екенін дәлелде. Ал енді сөздерді оқып көрейік. Сайрады, жарқылдады, үрді, оқыды, ойлайды, жазады, көрді, жинайды, гүлдеді. Бұл сөздердің етістік екенін дәлелде дейді. Балалар, әрине бұл сөздер етістік, себебі бұл сөздер заттың қимылын, іс-әрекетін білдіріп тұрған сөздер, сондықтан да етістік болып табылады. Ал енді осы етістіктерге сұрақ қойып, оларды тиісті сұрақтардың тұсына жаз дейді. Не істеді, қайтты, не істейді. Ал енді тұстарына жазып алайық. Не істеді? Сайрады, үрді, оқыды, көрді. Қайтты, жарқылдады, гүлдеді. Не істейді? Ойлайды, жазады, жинайды. Осылай топтастырып жазсақ болады. 8-ші жаттығу, көркем жаз. Табиғат, тал, бесігің. Дәптерімізге көркем етіп жазып аламыз. 9-ші жаттығу, шығармашылық, үзіліс. Анаңмен зо дүкенге бардың, саған тор ішіндегі тотықұс қатты ұнады. Сатып алу туралы өтінішіңді анаңа қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 сөйлемнің қайсысын таңдайсың? 1. Анашым, мен мына тотықұсты аламын. 2. Анашым, мына тотықұсты алып беріңізші. 3. Анашым, әдемі тотықұс екен, алайықшы. Мен өзім қарауға уәде беремін. Осы 3 нұсқаның қайсысын таңдайсың дейді. Балалар, меніңше, анашым әдемі тотықұс екен, алайықшы. Мен өзім қарауға уәде беремін деген жауапты таңдасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.